Сәлеметсіздер ме? Менің атым Мирас. Бүгін мен шешендік өнері курсына байланысты бірнеше нақты сөздерді дайындап келдім. Біріншісі Лао Цзи. Өз ойларыңызға мұқият болыңыз. Кез келген іс ойдан басталады. Яғни, егер байқасаңыз, біздің ойларымыз тікелей біздің көңіл күйімізге, денсаулығымызға немесе жасайтын күнделікті іс-әрекеттеріне әсер етеді. Сол үшін, егер адам менде ештеңе шықпайды, мен өзінің мақсатына жете алмаймын, сияқты нәрселерді, жағымсыз нәрселерді айтатын болса, онда мұның әрине барлығы солай болады. Сол үшін адам позитивті түрде ойлауы қажет, және осындай жағымсыз ойлардан алшақ болуы қажет. Келесі, ұлы Дінмұхамед Қонаевтың сөзі. Жастық шақ қанаттарын ғана жайып салу үшін емес, ұшу, жұмыс істеу және жұмыс істеу үшін берілген. Қонаевтың өзі өте еңбекқор адам болған, және ол басқа адамдарға көмектесуге ұнататын, және біздің Алматы қаласына көп нәрсе жасаған. Және жастар көбінесе қыдыра бастайды, немесе артық нәрселермен айналыса бастайды. Бірақ бұның барлығы дұрыс емес. Яғни олар өздерінің оқуын немесе еңбектенуді ұмыта бастайды. Сол үшін жас кезінде адамдар оқу керек, еңбектену керек және жұмыс жасау керек. Сонда олар келешекте өзінің мақсатына жете алады және күмән болмайды. Келесі Омар Хайям. Мені адамның кедейлігі емес, оның ойы мен жанының кедейлігі күнжылтады. Егер де адамда ақша болмаса, жағдай болмаса, бұл мәселе емес. Мәселе адамның санасында. Егер адамның ойы кедей болса, онда ол дұрыс емес. Яғни адамдар егер де кедей болса, онда осы адам ешқашанда өзін бай болып елестете алмайды. Немесе осындай ой қабілеті тікелей жасайтын іс-әрекеттерге байланысты болады. Және осындай цикл қайталана береді. Сол үшін Омар Хайямның айтуы бойынша мәселе адамның санасында, және осындай психологиялық көзқарастарды өзгерту керек. Келесі, осы презентацияны осындай әдемі нақыл сөзбен аяқтағым келеді. Әдемі сөйлеген адамға сенбе, оның сөзінде әрқашан ойын бар. Үнсіз әдемі істер жасайтын адамға сеніңіз. Яғни, құрметті студенттер, тек қана адамның сөз сөйлеуіне қарамай, оның жасайтын іс-әрекеттерді, ұстанымды байқауға мән беріңіз. Назарларыңызға рахмет. Қолданылған деректері осы. Жалпы осы нақыл сөздерді таңдаған себебім Омар Хайям, Лао Цзи өте ұлы тұлғалар болып табылады. Және олардың нақыл сөздерін көргенде оларды таңдағым келді. Және Қонаевтың өзі де сондай ұлы тұлға болғанда, оның қандай арқасында нақыл сөздері бар екенін зерттеп талдағым келген. Назарларыңызға рахмет.